Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сөздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын түрлі түсті пафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай және де қолжетімді заттардан тұрады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен өте қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Ал бірге жасайық. Жұмыртқа, ұн, май, және де қант, ванилин, түрлі түсті бояулар қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне қантты салып жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Ең бастысы қанты жақсылап еруі қажет. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сливочный майымызды салып, оны да жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды екіге бөліп салатын боламыз. Және де әдемі дәм беру үшін ванилин саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды біркелкі қоспа қыламыз. Одан кейін осы қамырымды мен екіге бөліп алдым. Жарты бөліктен жаңағындай әртүрлі цветтерге бояу үшін. Біреуін мен жасыл және де біреуін қызыл түске бояйтын боламын. Осындай бояулар кондитерский дүкендері сатады, немесе жай дүкендерден де құрғақ түрін алып салсаңыздар, пайдалансаңыздар болады. Менің қамырым осындай қатты қою, не сұйық емес, бір қалыпта болып шықты. Сол уақыттарда вафельницамызды қыздырып қоятын боламыз. Және де үстіне өз мөлшерінде жайдан салып вафлимізді пісіріп аламыз. Әртүрлі формочкаға салсаңыздар болады. Маған осылай стаканында тәріздес етіп жасаған ыңғайлы болды. Балдарыма да жеуге де және де көлемді болып та көрінеді дастарханға қойғанда. Менің вафлиларым дайын болды. Үстіне осындай қант ұнтағын жақсылап сеуіп шықтым. Сән беру үшін баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар, және де өзіңіздің жақындарыңызға бөлісіңіздер.